Бүгінгі видеода неліктен қазақ хандығы құрдымға кетіп әлсірегені жайлы айтатын боламын. Достар, менің видеосындағы TikTok аккаунтыма тіркелулеріңізді өтінемін, мен ол жақта YouTube'да шығармайтын видеоларды шығарамын. Тарихи кезеңдерді қарайтын болсақ, қазақ хандығының әлсіреуі мен құлдырауы 18 ғасырдың басында басталды. 30 жылдан астам ел басқарған Тәуке хан өте шешен адам болды. Ол сөйлегенде бүкіл ел ұйып құлақ асатын. Ол өз шешендігімен қатар өте шебер дипломат бола білді. Сондықтан оның артынан тек қазақтар ғана емес, қырғыз қарақалпақтар да ілесті, башқұрттарға да ықпалды болды. Сонда Тәуке хан ел басында мен секілді шешен адамдар болса, ел айрандай үйіп бір орталыққа бағынады деп үміттенді. Сондықтан ол елді басқаруда үлкен өзгеріс енгізуді қалады. Жаңа жүйе құрылғаннан кейін сұлтандардың билігі шектеліп, билердің ықпалы артты. Тәуке хан заманына дейін бар билік хан мен сұлтандардың қолында болды. Тәуке хан бастамасынан кейін билер билікке келді. Тәуке хан қайтыс болған соң бұл кері әсерін берді. Билер өз билігін нығайту үшін таққа әлсіз хандардың болуына мүдделі болды. Ешқандай атағы жоқ бейтаныс адамдардың билікке келуі басқа сұлтандарға ұнамай, олар оған бағынғылары келмеді. Себебі одан бұрын бірнеше ғасыр қатардан қазақ хандығы әскери демократиялық мемлекет болатын. Тәуке ханға дейінгі қазақ хандарының қай-қайсысын алып қарасаңыздар да, көпшілігі сұлтан кезінде көзге түсіп, елге өзін мойындата білген әскери батыр адамдар болды. Мысалы, бұрындық сұлтан кезінде әскер бастап, Шах-Хайдар әскерін талқандауда көзге түсті. Қасым сұлтан кезінде қол бастап басып кірген Мұхамед-Шайбан хан әскерін талқандап қуып шықты. Хақназар сұлтан кезінде түркмендерді талқандап көзге түсті. Тәуекел сұлтан кезінде Баба сұлтанның басын алды. Таққа үміткер шыңғыс ұрпақтары өте көп болды. Солардың арасында тек ең батыр, ең таланттылары көзге түсіп, елді мойындатқан адамдар ғана хан бола алды. Хан қайтыс болғанда сұлтандар жиналып, сұлтандардың ел үшін жасаған ерліктері баяндалды. Сол кезде халық та жиналып, көпшілік кімді қолдаса, сол хан болып ақ киізге көтерілді. Егер хан кейін ел үмітін ақтамаса, оны тақтан қуған кезеңдерде болды. Мысалы, бұрындық қаншама ерліктер жасаса да, кейін келе Мұхамед-Шайбанның 3 рет қазақ даласына сәтті жорық жасауы, ал бұрындықтың бұған немқұрайлы қарауы елді ашуландырып, олар бұрындықты тақтан тайдырып, орнына Қасымды хан сайлап алды. Бұрындық Самарқандқа қарай көшіп кетті. Тахир хан ел басқаруда сәтсіздікке ұшыраған себепті хан талапай болды. Яғни, әлсіздер хан сайланбады, сайланған адам дәрменсіздік көрсетсе, тақтан тайып елді құрдымға жіберудің жолы кесілді. Ең мықтылардан іріктеліп ел сайлаған білікті хандардың кезінде қазақ хандығы өркендеп, жерін еселеп ұлғайта берді. Ал Тәуке хан енгізген өзгерістен кейін билік пен хан сайлау құқығы қарапайым халық пен сұлтандардан алынып, билердің қолына тапсырылды. Осы кезден бастап қазақ хандығында алауыздық ордап, жүздерге бөлініп шашырады, артынша жоңғарлар басып кіріп, қазақты тегіс қырып жоя бастады. Тәуке ханнан кейін ел басқарған Болат, Әбілмәмбет деген хандарды қарасаңыздар, олар сұлтан кездерінде қандай ерлік жасап көзге түсті. Неліктен елдің бәрі қырылып жатқанда ұзақ жылдар Болат, Әбілмәмбет хандар тақтан түспей отырды? Бұрынғы жүйе болса, бұндай адамдар таққа отырмас еді. Отыра қалса да көп ұзамай тақтан таяр еді. Бірақ бұған Төле, Қазыбек билер кедергі болды. 18 ғасырдың басын қарайтын болсақ, хан болуға ең лайықты адам Әбілхайыр болатын. Ол 1704-1711 жылдардағы башқұрттардың орыс билігіне қарсы көтерілісінің жетекшісі болды. Бірнеше шайқастарда башқұрт қолын бастап орыстарды талқандады. 1702-1723 жылдары қалмақтар мен казактарға көптеген шапқыншылықтар ұйымдастырды. 1710 жылы Қарақұмда болған жиында Әбілхайыр бүкіл қазақ әскерінің бас қолбасшысы болып сайланды. 1723 жылы Петр I казактар мен еділ қалмақтарын айдап салып, батыс Қазақстанды қанға бөктемекші болғанда, Әбілхайырдың басшылығымен қазақтар біріккен казак қалмақ әскерлерін тас-талқан етіп жеңді. Әбілхайыр мен Есет батырдың соққысына шыдай алмаған Досантайшы бастаған қалмақтар шегінуге мәжбүр болды. 1726 жылы Ордабасы тауында тағы да қазақ әскерінің бас қолбасшысы болып сайланды. Әбілхайырдың басқаруындағы біріккен қазақ әскері мен батырлары 1728 жылы қалмақ қырылған, 1730 жылы Аңырақай шайқастарында жоңғар әскерін күйретіп, қазақ жерлерін азат етті. 1729 жылы 300 ханы Болат қайтыс болған соң, ел басқарып 300-ге хан болуға лайық жалғыз адам Әбілхайыр болатын. Абылай ол кезде жас бала болды. Қазақ батырлары мен әскерилер Әбілхайырдың хан болуын қолдады. Бірақ билер бұған қарсылық білдіріп тоқтау салды.
Нәтижесінде билікке билердің қолдауымен Әбілмәмбет келді. Салдарынан қазақтар жеңісті жорықтарын жалғастыра алмай, жоңғарлардан тағы да жеңіліп қалды. Егер бұрынғы жүйе өзгермегенде, әскерилердің қолдауымен Тәуке ханнан кейін Әбілхайыр таққа отырса, қазақ хандығының тарихы мүлдем басқаша болар еді. Билер сайлаған әлсіз хандар мен олардың тиімсіз басқару және ұйымдастыру жүйесі халықты қырып жіберді. 1723 жылы жоңғарлар басып кіріп, ұлы жүз бен орта жүз қазақтарын қырған сәтте Әбілхайыр өзі жауапты болған кіші жүзді аман сақтап қалды. Жоңғарлардан да мықты қаруланған Петр әскерін және оларға көмектескен қалмақ казак әскерлерін ойсырта жеңді. Әбілхайыр тек кіші жүз ханы бола тұра не қалмаққа, не орысқа бой бермеген. Нәтижесінде батыс Қазақстан халқы басқа өңірлер секілді қырылмады. Кейінгі 300-нің біріккен әскеріне қолбасшылық еткен Әбілхайыр шығыс пен оңтүстіктегі де жерлерді азат етті. Бұл жағдайлар Әбілхайырдың хан болуға ең лайықты тұлға болғанын көрсетеді. Әбілхайыр қайтыс болған соң хан болуға лайықты тұлға Абылай болды. Бірақ ол да ұзақ жылдар хан бола алмай тек қартайып 60-ты алқымдаған шағында таққа отырды. Абылай көптеген өзгерістер енгізуге тырысты, бірақ ол қанша жерден әйгілі болса да, хан болмағандықтан бүкіл қазаққа айтқанын жүргізе алмады. Ол хан болғанға дейін негізінен орта жүзге ықпалды болды. 1771 жылы шаңды жорық кезінде ол қалмақтарды қырмай өзімізге қосып алайық, біздің әскеріміз артып күшейеміз, олармен соғыссақ біраз жауынгерімізден айырыламыз деп ұсыныс білдірді. Бірақ басқалар онымен келіспей қарсы шықты. Абылай көпшілікпен санасуға мәжбүр болды. Абылай билердің кесапатты ықпалын жақсы білді, сондықтан олардың билігін шектеуге тырысты. Сондай-ақ көшпенділердің дәуірі бітіп, отырықшылардың дәуірі басталғанын түсініп, егіншілік пен отырықшылықты дамытуға тырысты. Бірақ 60 жаста хан болып тек 10 жыл ел басқарып, ол көптеген мақсаттарына жете алмады. Қорытындылап айтқан кезде, қазақ хандығы әскериленген демократиялық мемлекет болған кезеңде шарықтап дамыды және шекарасын ұлғайтты. Бірақ 18 ғасырдың басында билердің билікке келуімен бәрі құрдымға кетті. Бұрынғы жүйе мен ең үздік сұлтандардың билікке келмеуі және билер сайлаған әлсіз адамдардың билікке келіп ел басқара алмауы, сондай-ақ ұзағынан жайғасуы хандықты құлдыратты. Өзін мойындата алмаған хандар басқа сұлтандарға айтқанын жүргізе алмады. Бұл жағдай ел бірлігін шайқап сыртқы жаулар аяусыз шапты. Әсіресе қазақ хандығы оңтүстік пен солтүстіктен ауқымды жер жоғалтты. Тәуке хан билердің келуі елдің ұйытқысы болады деп үміттенді, бірақ ол қателесті. Кейбір билер тамырын терең жайып, өз жеке басын ел мүддесінен жоғары қойды. Бәлкім билер халық арасындағы дау-дамайларды әділ шеше білген болар, бірақ ел басқаруда зиян келтіргені анық жағдай. Достар, сондай-ақ менің видеосындағы телеграм каналыма тіркелулеріңізді өтінем. Мен ол жақта басқа да тарихи маңызды мәліметтерді қалдыратын боламын.